Қайырлы күн достар, бүгін біз креветкеден дайындалатын салат жасайтын боламыз. Рецепті өте оңай және де дәмді болып шығады. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, комментарий жазып және де тіркеліп кетіңіздер. Бізге креветке, авокадо, черри помидоры, бір тізе сарымсақ, зәйтүн майы және де салат жапырағы қажет болады. Алдымен креветкелерімізді осылай тазалап аламыз, немесе қолмен жұлсаңыздар да болады. Содан кейін сарымсағымызды ұсақтап турап, табамызға сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып алғаннан кейін креветкеміз бен сарымсағымызды салып пісіріп алатын боламыз. Қызарғанша екі жағында аунатып пісіріп аламыз. Енді біз салат жапырағын осылай үлкен етіп турап алатын боламыз. Черри помидорларымызды да осылай екіге бөліп, ыдысымызға сала береміз. Кейін авокадомызды екіге бөліп, салон етіп турап алып, оны да салаттарымыздың үстіне қоя беретін боламыз. Піскен креветкаларымызды үстіне әдемілеп қойып шығып, және де дәміне қарай тұз себетін боламыз. Одан кейін зәйтүн майын аздап жүргізіп шығатын боламыз. Мен бетіне әдемілікке осылай кунжут пайдаландым. Ол маңызды емес. Мінекей біздің салаттарымыз дайын, өте дәмді болып шықты және де дастарханның бетін ашады. Егер видеомды соңына дейін көрсеңіздер, тіркеліп кетіңіздер.